Баршаңызға сәлем. Қазір хит болып жатқан тюльпан самсаларын жасалу жолын көрсететін боламын. Ұнымызға бір қасық тұзды салып, жақсылап араластырып, оның үстінен бөлме температурасындағы майымызды салып, қолымыздың көмегімен езгілеп, одан кейін бір қасық қопсытқышымызды салып, жұмыртқа және айранды салып, жұмсақ қамыр етіп илейміз. Қамырымызға ешқандай су қоспасақ та өте жұмсақ болып шығады. Оны тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып қатырып аламыз. Қамырымызды алып, одан кейін бөлшектерге бөліп, бір кішкентай бөлігі килограммнан бөлдім. Осылай әдемі орташа самсалар шықты. Қарай оқтаудың көмегімен доңғалақ етіп жайып, жұп-жұқа қылдырамыз. Ортасынан бір ғана сызық салып, салмамызды салуға кірісеміз. Видеода анық түсірген болатынмын. Осылай айналдырып салмамызды орап шығамыз. Одан кейін астын міндетті түрде бітейміз. Бітеген кезде ол сыртына ешқандай салмасы да, суы да ештеңесі шықпайды, әдемі болып піседі. Екінші рет тағы да көрсетіп жатырмын. Сізге түсінікті болу үшін жасалу жолы өте оңай, ешқандай қиындық тудырмайды және де дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Самсаларымыз дайын болғаннан кейін оның үстіне жұмыртқаны жағып, күнжіт немесе макты сеуіп, қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Пештің градусы әртүрлі болады. Мен 200 градуста 35-40 минут пісірдім. Сіз сонда да өзіңіздің пешіңізге қарап пісіріп алыңыз. Осы самсаларды міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге ұнайтынына 100% сенімдімін. Егер ұнаса, лайк, комментарий жазуды ұмытпа.